Көрпешесінен біз тауып алады. Ойдырмай, бұл бізді кеше келген, бағанаға келген құдай қонақтар тастап кеткен екен ғой. Енді белгілі болды бұл кісілердің не себептен келгендері. Бұл бізде сізде қыз бар, құда болайық дегенді білдіреді. Осыдан кейін қыздың ата-анасы құда түсіп келетін сәтті күтеді. Апа, қонақтар келе жатыр. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум салам. Жоғары шығыңыздар. Шетіне бет отырағызды, құдай қонақ бәрі. Жақсы аман есен. Құрметті қонақтар, бері қарай өтулеріңізді сұраймыз. Кезіге қарай келіңіздер. Аудандық музейдің барлық экспонаттары көрсетіліп жатыр. Одан кейін әрмен қарай Алтыбақан спорттық ойындарды тамашалайтын боласыздар. Бері қарай өтіңіздер. Екі ботақанымыз ниет қосқан екен, бір-бірін тауып. Құдағи. Енді шаңырағымызда келіп отқаннан кейін, бірінші рет келіп отқаннан кейін жүрегіміз толқып, қуаныштан жүрегіміз жарылғалы отыр. Мынау шаңырақтағы менің келінім Мәдина. Ел мақтаған, ел жақтаған, инабатты келін болсын деген есеппен осы Мәдинаға үкі тағу дәстүрін тапсырдым. Бақытты болсын жастар. Келінім керегеннің айнасы. Бақытты бол айналайын. Әмин. Құдағи, мына келіннің көріндігі есебінде мына сақинаны сізге табыс еттім. Құрметті қонақтар, қадірлі меймандар, бері қарай өтулеріңізді сұраймыз. Кешегі келіп, осы біздің қызымыз ой жетіп, өсіріп отқан қызымыз сіздерден тапқан екен бақытын. Бақытты болсын. Қызыма бердім батамды. Әмин. Дүниеде кем болмайды баталы ұл. Шашайын бата менен жемісті гүл. Қосылған теңін тауып балаларым. Е Алла, жасын ұзақ, бақытты қыл. Әмин. Қызға құда түскенде, оның айттырған қалыңдығы болғанын белгісі ретінде бой жеткенге үкі тағылып, сол кезден бастап ол үйдің қызына ешкім басқа құда түспейді, және ары қарай құдалыққа дайындалады. Құдайға келіңіздер енді. О, құдағи.